Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бәйтерек монументі. Бүгінгі сабақта тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беруді үйренесің, жаңа сөздердің мағынасын түсінесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Нышан, символ, сәулет кешені, архитектурный комплекс, бәйтерек, пирамидальный тополь. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопросы. Нұр-Сұлтан қаласында бәйтерек монументі орналасқан. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Бәйтерек сәулет кешені. Бәйтерек қаланың басты нышаны. Енді сұрақ. Нұр-Сұлтан қаласында не орналасқан? Что находится в городе Нур-Султан? Нашли ответ? Правильно. Бәйтерек монументі орналасқан. Монумент Бәйтерек расположен. Екінші сұрақ. Второй вопрос. Бәйтеректің биіктігі неше метр? Биіктік – это высота. Сколько метров в высоту Бәйтерек? Дұрыс. 97 метр, 97 метров. Үшінші сұрақ. Третий вопрос. Бәйтерек қандай кешен? Бәйтерек какой комплекс? Дұрыс. Ол сәулет кешені. Это архитектурный комплекс. Екінші тапсырма. Ертегіні оқы, өз болжамыңмен аяқтап айт. Второе упражнение. Читай сказку. Закончи своим предположением. Ертеде биік бәйтерек ағашы өсіпті. Давным-давно росло высокое дерево бәйтерек. Бәйтеректің бұтағында ұя бар екен. На ветке бәйтерека было гнездо. Самұрық құс ұяға алтын жұмыртқа салыпты. Птица-самурок откладывала в гнезде золотые яйца. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Третье упражнение. Напиши ответы на вопросы. Ертегі немен аяқталады деп ойлайсың? Как ты думаешь, чем закончится сказка? Бәйтерек сөзі нені білдіреді? Что означает слово бәйтерек? Төртінші тапсырма. Мәтінді оқы, суретке қарап сипатта. Четвертое задание. Прочитай текст, посмотри на картинку. Мен Гүлзатпен бірге бәйтерек монументін көрдім. Я с Гүлзатом увидел монумент бәйтерек. Ол биік және өте әдемі. Он высокий и очень красивый. Төбесінде үлкен алтын шар бар. Наверху есть большой золотой шар. Маған бәйтерек ұнады. Мне понравился бәйтерек. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.